Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн, амансыздар ма? Баяғыда әруағынан айналдым Ататүрік. Қалың бір-бірінің дәрет суын ішіп жүрген молда біткенді жиып. Ана Османлының түбіне жеткен молдаларды жиып алып әсіреді жылдарды. Жиын ашам деп кемеге отырғызып. Осы мәрмәр теңізіне жиып алып, кемеге отырғызып, кемемен қосып бірге батырып жіберіпті. Сендер аңсап жүрген жәннаттарыңа бірінші бара беріңдер, біз кейіннен барамыз деп. Осы мәрмәр теңіздің бойынан сөйлеп тұрмын. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып тура бір құлаққа майдай жағатын, сүйінші сұрарлықтай тақырып болып тұр. Мына Кавказ елдері дейміз ғой енді. Кавказ елі болғанда өзімізге тілі жақын, діні де жақын, қаны да жақын. Өзіміздің Әзірбайжан бауырлар Ресейге тігінен қойыпты тұра. Ерсі болса да айтайын, кессең кесіп ал депті. Біздің арманда Украинадан кейін осы бауырлас Әзірбайжанның ұлтшыл әрі диктатор президенті Илхам ағам орындапты. Осыған қарап жұрттың диктаторы ыбырай, біздің диктаторлар сұмырай дерсің бар ғой, соған қарап ішің күйеді. Сол жақында Әзірбайжанның мемлекеттік телеарнасында мынандай сөз айтылды. Ресей бүтін түркі халықтарын, соның ішінде біздер қазақтар, әзірбайжандар, сол мына Орта Азиядағы бірнеше түркі мемлекеттері, өзбегің бар, түркменің бар, қырғызың бар. Солардың бәрін әрқашан екінші сортты ұлт санады. Мынау патшалық, орыс патшасы кезінде де, қатын патшадан бастап бері, орыстың совет кезінде де, содан кейін Сталин кезінде де, қазірде де тіпті түркілерге қуғын сүргін көрсетіп, қуғын сүргінге ұшыратты. Путин де соны жалғастырып жатыр деп айтты. Кәдімгі ұлттық телеарнада, біздің мына Қазақстан ұлттық телеарнасы сияқты. Міне осылай тік айтып отыр. Ойлаңыздаршы, ұлттық телеарнадан айтып отыр. Әңгіменің басы былай екен. Екі Әзірбайжан азаматын Ресейде жұмбақ жағдайда қаза тапқаннан басталған ғой барлығы. Сөйтіп денелері Бакуге жеткізіледі, қайта тексеріс жасалады. Қараса, денесінде көгерген іздер, соққы белгілері бар екен. Әзірбайжан прокуратурасы ашығынан біз Ресейдің арнайы қызметтеріне қарсы іс қозғадық деді. Ал Ресей не дерін білмей, жаңағы неміне дейді, ине жұтқан ит құсап қалды ғой, ештеңе білмейміз деп шықты. Бірақ Баку қарап отырған жоқ оған. Сол уақытта бауырлас Әзірбайжанда есірткімен айналысқан бір топ ұсталды. Бұрын енді білмей жүр емес, біледі ау деймін, соған қарағанда тура осы кезде ұсталып отырды. Олар сол ұсталған адамдардың барлығы Ресей азаматы болып шықты. Осы жерде билік үнсіз қалмай, біздің елге тек саяси қысым ғана емес, қылмыс арқылы да шабуыл жасалып жатсыңдар деген пікір айтты орыстарға. Ашық ұстанымын білдірді. Ең маңыздысын айтайын сіздерге. Мынаны қараңыздаршы, 2025 жылдан бастап, биылдан бастап Әзірбайжан орыс мектептерін түгел жаппақ екен. 3 жыл ішінде елде бірде-бір орыс мектебі қалмауы мүмкін. Неге дейсіз ғой? Себебі олар жақсы түсінеді. Тіл ұлттың тамыры. Орыс мектебі тек тіл емес, Ресей идеологиясын, үгітін, билігін тықпалап отырады. Соған үгіттейді. Пропагандасымен бүтін ұрпақтың миын жуады. Бізде де жүр ғой, қазақша оқиды, қазақ тіл мектепте. Бірақ ортада қысқа қоңырауда шығады бір-бірімен орысша шүйіркелеседі тұра, жетекесінің тіліндей. Сондықтан Әзірбайжан бір жақты шешім қабылдады. Біз енді ешкімнің тілінде өмір сүрмейміз, өз тілімізде, өз елімізде, өз заңымызбен өмір сүреміз деді. Ал бізде Қазақстанда орыс мектептері әлде мемлекет қолдауға ие. Қазақ тілі екінші қатарда тұр. Ұлттық мүдде емес, Ресейге жағыну бірінші орында. Қазаққа қарсы әрекет жасалса үндемейміз. Қытай қысым көрсете ме, үндемейміз тағы. Путин орыс тілін қолдаймын дейтін бір сорлы сөз бар ғой, қояншықтың. Басқа тақырыбы жоқтай соны. Сөйтіп айтса, орыс мектебін салып береміз біз. Мына қазақ өңірлерден орыс мектебін ашып жатырмыз деп, орысқа жағымыз. Сосын білесіздер ме, Ресей неге қазақ емес бауырлары мына украиндерді жаулап алмақ болды. Өйткені бізді баяғыда орыс қалпақпен ұрып алған ғой. Сол бір Ресейдің қазір бір вассалды бір
Ресейге вассалды мемлекетпіз ғой негізінде. Бір губерниясы сияқтымыз. Ал Әзербайжан Ресейден қорқып отырған жоқ. Әзербайжан өз ұлтын, өз тілін, өз мемлекетін жоғалтып алмау үшін күресіп отыр. Олар мынаны жақсы түсінді. Кімнің тілінде сөйлесең, соның құлысың. Кімнің тарихымен өмір сүрсең, соның мазағында қаласың. Сіздерге қарапайым бір сұрақ қояйын. Әзербайжан оянды. Біз қашан оянамыз? Ұлтсыздануға үнсіз көне береміз бе? Әлде өз тілімізді, өз жерімізді, өз болашағымыз үшін күреспейміз бе? Жата береміз бе? Таңдау өзімізде. Әлде кеш емес. Путиннің өзі секілді Орта Азиядағы диктатор құршақтар ғой Путиннің. Олардың да күні батуға таяп қалды, Құдай қаласа. Құрметті қазақ халқым, өз құқықтарыңызды қорғаңыздар. Тай салмай, хақыларыңызды талап етіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Құрметпен Марғұлан Нұрданғазыұлы. Лайк басыңыздар, видеоны бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.